Ал енді мен бұл видео жолдамамда бүкіл қазақстандық авто жүргізушілерге арнағым келіп тұр. Бұны мен көптен бері ойланып жүредім, осыны түсіруім керек деп. Мен кейбіреулер ойлап тұрған шығар, қазір мына видеомды көріп. Мына Уәлібекті де ұстап алды енді, не болады екен деп. Бұлардың мені ұстағаны өте дұрыс. Өйткені менің қасымдағы авто жүргізушім жылдамдық шамалы асырып жүрді. Сөйтіп мен оларға айттым, сіздердікі дұрыс, айыппұлын төлете беріңіздер деп. Өйткені біз жолда жүреміз. Мына өнер адамдары, спортшылар, біз сапарда өте көп жүреміз. Мен де бүгін бір сапарға кетіп бара жатыр едім. Сөйттім дағы арнайы түсіп, осы жолдамамда, видео жолдамамда авто жүргізушілерге, қазақстандықтарға арнағым келіп отыр. Айналайын, мынау жол қанша жылдамдықпен кетіп жатыр, қаншама көлік кетіп баратыр. Ал енді сіз осы бір жолда ереже сақтамайсыздар. Осыған немқұрайлы қарайсыздар. Жылдамдық асырасыздар. Автокөліктеріңіз жарамайды кей кезде. Үрелге ие бола алмай қаласыздар. Міне осының кесірінен өзіңіз де естіп жүрсіз. Жұрттың бәрі естіп жүр. Қаншама апат болды. Қаншама семья әкесіз қалды, анасыз қалды, балдарынан айырылып қалды. Солардың бәріне аспаннан жай түскен жоқ. Оның бәріне кінәлі авто жүргізушілер. Сіздер кінәлісіздер. Сіздер ереже сақтамайсыздар. Жылдамдықты асырып жібересіз. Мынандай жылдамдығы қатты жолдарда жүргенде еттеріңіз үйреніп кетеді сіздердің. Мен әсіресе ана таксистерге, қазір Альфард деген бір көлік шыққан, 7 адамды мінгізіп алып. Солардың бәрі еті үйреніп кеткен соншалықты арасындағы арақашықтықты жөн сақтамайды. Жылдамдықты асырып жібереді. Тіпті кейбіреулерінің ақшаға құнығып кеткен соншалықты ұйқысы келіп тұрса да жолға шығып кетеді. Ей, айналайын, авто жүргізушілер, Алла жол кесірінен сақтасын деген бір сөз бар. Ал сақтансаң сақтайды ол сені. Сақтанбасаң сақтамайды. Жолдың үстінде бұл қазақтар ешқашан өтірік сөйлемейді. Жол, сапар өте қиын. Оған адам жеңілдікпен қарамау керек. Сіз 7 адамды мінгізіп алып келе жатсыз. Сіз өзіңіз мақұл. Ал 7-еуінің жанұясы бар ғой. 7-еуінің отбасы бар. Ал сіз оны ойланбайсыз. Егер осында отырған кейбір авто жүргізушілерге, ей, жылдамдықты асырмаш, арақашық сақташ десең, өзің ұрсапты. Ай, мен де келатырмын ғой, менің де жаным бар ғой деп. Сонда жолда аударылып атқаның бәрінің не жанынан безгендер ме солар? Нағып ойланбайсыңдар осына. Олар да тура сен құсап айтқандар соның бәрі. Сондықтан ағайын, мына қаттырақ айқайлаңқырап кетті. Мына Уәлібек май қызметкерлеріне, жоқ жол сақшыларына жыны кеп тұрма деп ойланбаңыздар. Маған ешкім жаз деген жоқ. Мына мен өзім жазып жатырмын. Өйткені көптен бері жазғым келіп еді. Мен қазір мынау Түркістан жол сақшылары дейді, полиция қызметкерлерімен тұрмын. Олармен де жаңа айтып едім. Олар да менің айтқанымды жөн көрді. Рахметін айтып жатыр. Түсінгеніңізге, жұрттың бәрі осыны түсінсе екен ғой дейді. Түсініңіздер. Мына менің видео жазбамды таратыңыздар. Егер балаңыз авто жүргізуші болса, балаңызға ақылды әдемелеп айтыңыз. Егер күйеуіңіз таксист болса, авто жүргізуші болатын болса, оған күндіз-түні айтыңыз. Біз айтқанмен көбісі тілімізді алмай жатыр. Мүмкін қатынның тілін алатын шығар ол. Мүмкін ата-анасының тілін алатын шығар. Әйтеуір кімнің тілі өтеді, сол авто жүргізушіге. Сіздер айтыңыздар авто жүргізушілерге. Жолдарыңыз болсын, сапарда жүргендер. Жол кесірінен сіздер сақтасын. Сақтансаң сақтайды. Ережені сақта, айналайын, авто жүргізушім. Аман болайық. Мен бүкіл шетелдерді аралап жүрем. Сонда қарасам біздің Қазақстанда осы жол апаттары өте көп болады. Жақында Алтай, Ресей, Монғолия аралап келдім. Ол жерден бір жол апатын көрмедім. Былтыр 1 ай Швейцарияда, Германияда жүрдім. Бір жол апатын көрмедім. Өйткені олар жол ережелерін өте қатты сақтайды. Мәдениетті түрде айдайды. Ал бізде шынын айтайық, өте мәдениетсіз айдайсыздар. Сақ болайықшы, жол ережесін сақтайық.